Түркістан облысы Сауран ауданында 40 гектар аумақты алып жатқан ірі мал бордақылау кешенінің құрылысы басталды. Ескеқан ауылдық округінде жүзеге асқан бұл жоба еліміздегі теңдесі жоқ кешендердің бірі болмақ. Құрылыс алаңына өңір басшысы Нұралхан Көшеров арнайы барып, жұмыс барысымен танысты. Түркістан ет өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастамашылары өндірістік қуаты және іске қосылғаннан кейінгі мүмкіндіктері туралы баяндады. Жоба толық іске асқаннан кейін ет өндірісін дамытуға серпін беріп, 120 жұмыс орындары ашылады. Облыс әкімі құрылыс жұмыстарының сапалы әрі белгіленген мерзімде аяқталуы маңызды екенін атап өтіп, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Ұсыныстарыңызды беріңіздер, сіздер қалай көріп отырсыздар. Өйткені біріншіден тәжірибеде сіздерден артық маман жоқ қой. Өздеріңіз көрсетіңіздер қалай қажетті. Сонымен біз министрлікпен тиісті жұмыс атқарамыз. Мен ойлаймын, енді екі жаққа да тиімді бір мәселе шығарады. Әрине, бұл жерден мен несие алған кезде ол міндетті түрде оны ертең қайтарым бар. Ертең қайтарым жағынан енді ешқандай тәуекел болмау керек. Жобаның жалпы құны 1,3 миллиард теңге. Мұнда бір мезетте 5000 бас ірі қара мал ұсталып, тәулігіне 120 мал союға мүмкіндік болады. Сондай-ақ шопандарға арналған тұрғын үйлер, әкімшілік ғимараты және қажетті инфрақұрылым салынып жатыр. Кешеннің маңында Муталиб Агро ауыл шаруашылық өндірістік кооперативіне қарасты 30 шағын бордақылау алаңының құрылысы да қатар жүргізілуде. Бұл бастамалар ауыл аманаты бағдарламасы аясында қаржыландырылады.